Сәлем достар, бүгінгі түс шору шығарылымында түсіңізде су немесе су тасқынын көрсеңіз, түсте қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Таза суды көру дәулетке бөлену. Су лай болса, қуаныштың орнын өкініш басады. Үйіңізді су басса, зұлымдықпен күресесіз. Су кете бастаса, қауіпті ықпалға берілесіз. Ылғалды жермен жүріп, аяғыңыздың сулы бола бастауы бақытсыздыққа, қиын сұрақтарды шешуге итермелейтін сәтсіздік, кедейлік және ауру туралы баяндайды. Бірақ мұқияттылығыңыздың арқасында бұл тығырықтан шығасыз. Лай суға құлау көптеген қапалы қателіктер жіберіп, соған өкінетін боласыз. Кір суды ішу ауруға, ал таза суды ішу үміт артқан ең күрделі істердің оң аяқталатындығы. Суда спортпен айналысу махаббаттың кенет оянуы. Басыңызға су тамшылары тисе, махаббатыңыздың ашылып, баянды болуына. Су өзгерістің, ұмытылудың, қиындықтың шешілуінің, жаңартудың және алға басудың белгісі. Таза салқын су ішу өмір жаңарып, айналадағы адамдардың көбімен сіз де тазарып қайта туасыз. Үстіңізден шелектеп су төгілсе, қарсыласуға келмейтін ықпалдың астында қаласыз. Лай суды көру қайғы, адамдармен арадағы қиындық. Сабырлы болмасаңыз, жаныңызда лайықсыз дүниелермен улап алуыңыз мүмкін. Үйіңізді су басса, көптеген жаңалықтарға көмілесіз. Оның біреуі сіздің өміріңізді, адамдармен қарым-қатынастарыңызды түбегейлі өзгертуі мүмкін. Суға бату істердің өз ритмімен жүруіне қарсыласу, нәтижесінде денсаулықты құртып, өмір жасын қысқарту. Лай суға шомылу, көңіл қалуы. Суға түсу, жеке өмірде қиындыққа тап болу. Кірленген дене бөлігін жуу, қуаныш. Суды төгу, ұялатын жағдайға тап болу, қателікке ұрыну. Суды шашу, бір нәрсені жоғалту. Сарқырамаға қарап тұру, қиындықпен бетпе-бет кездесу. Толқын, күтпеген жерде алыс жолға шығу, қыдыру, сезім. Су тамшысы ақша шақырады. Жағажайда жүру, жолға шығасыз. Теңізге қарап тұру, алыстан жаңалық күту. Кемемен жүзу, өмірдегі өзгерістер. Таза су тасқыны уақытша қиындықтар. Лай су тасқыны білмейтін ортаға бару. Су қоршап тұрса, байлыққа кенелесіз. Жүзуге дайындалу, нар тәуекелдікті талап ететін іспен айналысу. Өзенде жүзу қиындық. Суға бату қиындықты білдіреді. Егер түсіңізде ауылды не қаланы қара судың басынан көрсеңіз, артынан үлкен қиындықтарды ертетін сұм апатқа жолығасыз. Адамдарды су шайып әкеткенін көру өмірді пайдасыз және мардымсыз өкпелі қылатын ауыр қазалы көп болады. Таза су басқан кең жерлерді көру, нәтижесіз көрінген өмірмен күресуден кейін береке мен тыныштықтың орнауы. Сізді қиындылармен бірге тасқын судың шайып әкеткенін көру, аурудың хабаршысы, жұмысыңыздың тоқтап қалуы. Достар, осымен бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментария қалдырыңыздар. YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.